Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Ене мен келін тақырыбы тек бізде ғана емес, әлемнің басқа да көптеген елдерінде бой көрсетіп тұратын мәселе. Бүгінгі таңда ене мен келіннің арасы жақсы болмай, соңы жастардың ажырасуымен аяқталып жатқан жағдайлар өте көп. Көп жас қыздардың енеден Құдай сақтасын, тұрмысқа шықсам бөлек тұрамын дегенін естіп те жүрміз. Ал енелер болса, қазіргі жастар қиындыққа шыдай алмайды. Біз кезінде былай жасаушы едік, біздің кезімізде мынадай жағдай болмайтын, келіндер мастанған дейді. Екі ортада шыбын өлдінің кебін киіп, анасы мен жанжары келіспей қалса, не істерін білмей басы қатып ішімдікке салынып кетіп жатқан азаматтарды да көріп жүрміз. Керісінше, ене мен келін бірігіп, ортадағы тентек ұл мен есер күйеуді сабасына түсіріп, тату-тәтті берекелі өмір сүріп жатқан отбасылар да аз емес. Тыңдармандарыма ене мен келін арасындағы осы бір екі оқиғаны баяндағалы отырмын. Қай оқиғада кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін өздеріңіз таразылап көрсеңіздер. Енем баласын қызғанады. Менің тұрмыс құрғаныма қазір 1 жыл 5 айдың жүзі болды. Өзім Қызылорданың қызымын. Ақтау қаласының жігітіне тұрмысқа шықтым. Бәріміз қазақ болсақ та, бұл жақтың салты да, тілі де, көзқарастары да біздің өңірден өзгеше. Барған жерімнің салтын сыйлап, енем төркіндеріме баруға рұқсат бермеген соң, ұзатылып кеткелі, әлі ата-анаммен, ағайындарыммен қауышқан жоқпын. Бірақ осы салтты енемнің өзі ойлап тапқан сияқты, мені жібермеу үшін. Әйтпесе екі жақта бір-бірімен құдалық шақырысып араласып қойған. Жолдасым екі ағайынды, бір ұл бір қыз. Үйінде жалғыз ұл болғандықтан, қара шаңырақта енеммен бірге тұрамыз. Атамыз қайтыс болып кеткен екен. Айтуға оңай, басыңа түспесе көп нәрсені ұғына қоймайды екенсің. Мен де тұрмыс құрғанға дейін супер келіншек боламын деп ойлаушы едім. Бірақ бәрі бір келінге ғана байланысты емес екеніне көзім жетті. Әрине, жұрттың бәріне бірдей топырақ шашқым келмейді. Дегенмен, мен өзімнің енемнің қандай жан екенін айтпақпын. Себебі, ішіме жиналған өкпе реніш бір күні ашу болып сыртқа шығар болса, отбасымның ойран болары сөзсіз. Енем өзінің ұлын менен қызғанатынын, келін болып табалдырық аттаған кезден-ақ өзінің қылықтарымен байқатып бастады. Өзім сүйіп қосылған күйеуім екеуміздің арамыз 9 жас. Күйеуімнің жасы қазір 32-ден асты. Ал жалғыз қарындасы қайын-сіңілім менен 4 жас үлкен. Күйеуім де, қайын-сіңілім де орысша оққан, орыс мінезді жандар. Тек орысша оқып мінездері орысшаланғаны болмаса, қазақы ырым-тыйымның барлығын толықтай ұстанады. Келін болып осы үйдің табалдырығын аттағалы бері түйгенім, үйдегі ең шеткері адаммын. Себебі үйдегі болған кез келген жағдай үшін енем менен жауап алады. Түбінде кінәлі мен де болып шыға келемін. Жаңа отау құрған соң, есік көрсетіп үйіне шақыратын ағайын туыс, дос-жарандары баршылық. Сондай жерлерге барғанда үнемі енемнен сұраймын. Не киейін, не жасайын деп. Бірақ бұл сөздерім өңі теріс айналып, алдымнан шығып жатады. Ата-анасы ештеңеге үйретпеген, осы уақытқа дейін не киіп, не жасайтынын білмейді дегендей сөздер боп айналып кетеді. Ал мен оны енеме ұнамды болсын, пәленшенің келіні енесінің айтқанын істейді, келіні қызындай екен деп, өзгелер сүйсінсін деп жүрсем. Негізінде күйеуімнің анасы өз анамдай адам ғой, сондықтан жаман дегім келмейді. Бірақ енем өсекке жақындау адам. Отбасылық әңгіме айтайын десең, бүкіл көрші қолаң ағайын туысының болып жатқан жағдайларын талдап, үйтсе болады, бүйтсе болады деп маған мүлде қызық емес тақырыптарға өтіп кетеді. Енемнің бір жаман әдеті үйдегіні сыртқа таситыны. Яғни үйде болып жатқан жағдайларды жария ғып, жар салып айтып жүргені. Үйде бәріміз де жұмыс жасаймыз, бірақ үйдің шаруашылығы менің мойнымда.
сұрауы да менде. Бұл дұрыс та шығар, бірақ мен жалғыз өзім жұмыстан келе салып бар тіршілікке үлгермеймін. Басында күйеуім онша-мұнша үлгермеген тірліктеріме жәрдем беретін. Кейіннен енем ештеңе етпейді, үлгересің, ер азаматын жұмсаған несі, өзің жаса деп ұрысып тастаған соң күйеуіме ештеңе демейтін болдым. Ол да өзі біліп көмектесе қояр ойы жоқ. Жұмыстан кейін аяғын көтеріп қойып шалқиып жатқаны, телефон шықылап. Ең соңғы үйдегі ауыр кілемдерді де өзім сүйрелеп, шығарып өзім қағып кіргізетін болдым. Енем өте ырымшыл жан, бірақ бір қызығы тек өзі қалағанын ғана ұстанады. Мәселен, үйде қазанның түбін қырмаймыз, тимейміз, шайып қоямыз. Басында ыдыстарды жалтыратып қоятын болып, үйдегі табалардың, қазан, шәйнектердің түбіне жолап едім. Енемнен жақсылап тұрып сөз естідім. Енемнің ойынша, олай жасаса, үйде ұрыс-керіс көп болады екен. Кейде осының бәріне қолымды бір сілтеп кетіп қалғым келеді. Мен де әлпештеп өсірген бір үйдің қызымын ғой. 12-де бір гүлім ашылмай табалдырықтарынан пәк болып аттадым. Маған тағар қандай кінәсі бар екенін білмеймін. Тек баласын қызғанып жүреді. Осы уақытқа дейін енем мені өзінің талай сынынан өткізді. Әлі де жасауда. Оның өзі де кейде мойындап отырады. Өз қызы, қайынсіңілім, өте бейғам жан. Жұмыстан келеді, боянып сыланып қайта кетеді. Қыдырып түнделетіп жүреді, ал кейде үйде болса, телефонын ұстап, я теледидар қарап жатады. Маған көмектес деп сұрамасаң, ондай ойы да бола қоймайды. Керісінше жатып алып үлгермей жатқан өзіңді жұмсайды. Тұрмыс құрғанға дейін күйеуім қоқысты да өзі төгетін, азық-түлік әкелуге де өзі баратын, кілемдерді де өзі шығаратын айтатын. Мен азық-түлік алуға барсам таң қалатын, әйел заты ауыр көтермеу керек, деп айтып отыратын. Ал қазір жолдасым кейбір істеріме қолғабыс еткісі келсе, енем көрші олаң айтады деп бастайды. Шамада өзі құсап, жұрттың бәрі айналасында болып жатқанда талқылап, өсектейді деп ойлайды ау. Жақында күйеуіме өтініш жасадым. Оған себеп, енем не жағдай болса, мені күйеуіме жамандайды. Күйеуіме айтқан өтінішім, енем тағы солай жасаса, екеуміздің ортамызда қалмай, енемнен тікелей маған айтуын сұрадым. Сыртымнан күйеуіме жамандамай, бетіме айтқаны жөн ғой. Онсыз да айтылып жатыр емес пе? Ендігі төзімімнің қай уақытқа дейін жететінін де білмеймін. Енемнің тырнақ астынан кір іздейтін мінезіне қаншалықты төзетінімді де білмеймін. Осы уақытқа дейін енеме жағу үшін талай іс жасадым. Бірақ көбін теріс айналдырып шығарады. Бөлек тұрғанға тағы болмайды. Не істерімді білмеймін. Анама ештеңе айтқым келмейді. Сырын білем. Айтатыны өзің білге салады. Өзіңнің сүйгенің, өзіңнің тапқаның. Екінші оқиға. Енем отбасындағы қорғаушым. Отбасылы болғанымызға 2 жыл болды. Ата-енеммен бірге тұрамын. 2 жылдың ішінде отбасылық өмірдің ащысы мен тұщысын толық көрдім деп айта алмаймын. Бірақ бір түсінгенім, келін мен ененің қарым-қатынасына көп нәрсе байланысты екен. Оның ішінде менің жеке отбасымның бақыты да. Менің енем әрқашанда мені қолдап жүреді. Басында ыдыс-аяқты өз әдетім бойынша жуып, төңкеріп қоятынмын. Енем болса маған ылғи да сөйлеп, ескерту жасайтын. Бұл үйде жуылған ыдысты кептіретін сөреге көтеріп қою керек. Үйтіп-бүйтіп жүріп үйрендім әйтеуір. Мұндай ұсақ-түйек ұрыстарына еш ренжімеймін. Себебі, ең бастысы, ол менің күйеуімнің алдында әрқашанда қолдап жүретін. Күйеуім түнде достарымен бір жерге жинала қалса, енем маған да қалыспа деп, үй күтімін өзіне алады. Күйеуіңнің жанында бол дейді, әрдайым. Бірде жолдасым екеуміз қатты ұрысып қалып, ол үйден кетіп қалды. Енем мені жұбатып, келесі күні оралған ұлына, барған жеріңе қайт деді. Осыдан жарты жыл бұрын күйеуім
ішімдікке беріліп кеткен кезде енем маған: «Салтанат, сенің қиналып жүргеніңді білемін. Егер осындай адаммен ажырасамын десең, мен сені қолдаймын. Тек біздің үйде тұрсаң болды. Ал ол кетерге жер тапсын» деп күтпеген ақыл берді. Енемнің ең кереметтілігі, тұңғышы болса да, еш уақытта ұлын қорғаштамайды. Керісінше, үнемі менің сөзімді сөйлеп, мені қорғаштап отырады. Ал анасы мен әйелінің бір команда болғанын көрген еркек қайда кетсін? Не істейді? Амалсыздан ішімдікті де қойды. Түнде қыдырудан да қалды. Үйден кетіп қалатын әдетін де қойды. Енеме шынымен де ризамын. Қалған майда шаруаға тиісе берсе де, маңыздысы керек кезде менің қасымнан табылатыны қуантады. Себебі ол менің отбасымның берекесі ғой. Мені түсінетін енеге тап болғаныма Жаратушыға мың алғыс айтамын. Және барлық енелерге де менің енемдей болыңыздар дегім келеді. Ұлдарыңызды жақтап, қызғана бермей, келіндеріңізді де бір сәт қорғап, өз балаңыздай қарасаңыздар, ешбір отбасы бақытсыз болмас еді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.